Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видео өте пайдалы әрі пайдалы ақпаратқа толы видео болады. Сондықтан маған лайк басуға, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жазылып алыңыздар. Алдағы уақытта өте қызық, өте пайдалы видеолар көп болады. Ал мен Инстаграм желісінде осындай ыдыстардың, үлкендердің, кішкентайлардың киімдері бар магазиндерге подписка жасап қойғанмын. Вживую ұнаған затын осылай көрем. Скрин жасап, Қытай сайттарынан тауып, сол жақтан 2-3 есе үнемдеп заказ беремін. Мына костюм маған ұнады. Инстаграмдағы балалар киім сататын магазинде қойыпты. 15.500 теңге трикотажный комплект. Дәл осы комплектті мен уже заранее скрин жасап алдым. Енді Қытайдың Taobao 1688, Pinduoduo 3 оптовый сайттарынан іздейтін боламын. Ал кеттік. Костюмді скрин жасап алдым. Бірінші мен Pinduoduo сайтынан осы затты іздейтін болам. Фото дегенге кіремін поискіда. Оны барлығыңыз білетін боларсыздар, жұмыс жасап жүрсеңіздер. Осы комплекті міне іздеп береді. Осылай шығарады. Қаншама магазин бар, осы комплекті сататын барлығы шығып тұр. Енді ең төбедегі иероглифтарды көріп тұрсаңыздар, екіншісіне басқан кезде ең көп сатылым болған магазин бірінші болып шығады. Фильтр бұл. Бірінші магазинде 296 рет осы костюм сатылған екен. Кіреміз. Сатып алатын жерге кіреміз. Сөйтіп дәл осы костюмды 120 ростовка деп таңдаймыз. Бағасы 75-99 юань екен. 75-99 юань өзінің бағасы. Дәл осы комплекті енді мен Taobao сайтынан іздейтін боламын. Taobao сайтына кірем, поискта дәл солай фотоны басам, сөйтіп галереядан жаңағы костюмды іздеймін. Міне іздеп тауып берді. Дәл осындай костюм. Әр түрлі магазинде бар екен. Міне мынау ең арзанын таңдайық. 45 юань тұратынға басамыз. Сөйтіп сатып алатын бетке көшеміз. 34 рет алған екен бұл костюмды. 45 юань тек қана кофточкасы тұр екен. Комплекті алатын болсақ 120-шы рост, ол 69-90 юань тұрады екен. Естеріңізде болса, Pinduoduo'да 75-99 юань тұрады, Taobao'да 69-90 юань тұрады. Енді дәл осы затты 1688 оптовый сайтта іздейтін боламыз. Өкінішке орай менің 1688 сайтында фотомен іздейтін функциям істемей тұр. Неге екенін білмедім. Оны удалить етіп басынан установка жасау керек па, бірақ сіздерде істейді, ол менде ғана. Сол үшін мен сөзбен іздеймін. Pinduoduo сайтынан дәл осы костюмның сөздерін скопировать етіп алам. Үстінен бір бассаңыздар, қара болып иероглифтар тұр ғой, описаниесі 1-8 жасқа дейін деп. Соның үстінен бір бассаңыздар, бірінші иероглиф ол копировать деген сөз. Копировать деген сөз, соған басамын. Сөйтіп 1688 сайтына кіріп, фотомен іздеу деген бар. Сіздерде істейді, менде істемей тұр ол функция. Жаңағы сөздерді осы жерге вставить етем. Сөйтіп іздеуді басамын. Дәл жаңағы костюмды маған 1688 сайтында іздеп тауып береді қазір осы иероглифтармен. Өйткені барлық сайтта, 3 сайтта да описание почти бірдей болады. Міне достар, сол костюм екінші болып шықты. Таңдаймыз. 1688-де маған тауып берді. Енді сатып алатын бетке көшемін. Астындағы қанық оранжевыйды бассаңыз, сатып алатын жерге көшесіздер. Ашық оранжевый корзинаға салу. Маған именно сатып алатын бағасын білу керек. Бұл жерде де дәл кофточкасы бар екен, и комплект. Маған керегі комплект. Комплектті таңдап, 120-шы ростовканы таңдаймын. 55 юань тұрады екен. Бірақ ескеретін жайт, Pinduoduo, Taobao'да штучно алуға болады. 1688 сайты, оптовый сайт. Штучно бұл жерге алуға болатында заттар бар. 1 деп жазылып тұрса, мына жерде. Ол жерде 1 деп жазылып тұрса, 1 штук алуға болады. Бірақ көбісі 2-350 мың штуктан жоғары. Оптовый болған сайын алатын заттың көлемі де үлкен болады. Бұл жерде 2 штуктан жоғары алу керек екен. 2 штук деп басам енді бағасын көру үшін. 55 юаньнан 1 штугі маған түсті.
Бірақ 1688-де всегда доставка платный болады. Ол жағын ескере кетіңіздер. Pinduoduo мен Taobaoда заттың өзіне қосып қояды доставкасын уже. Ал бұл жерде доставка платный болады, арзан болғандықтан. 5 юань доставка деп тұр. 55 юаньға заттың өзі 5 юань, Қытайдың каргоның Қытайдағы складына дейін 5 юань доставка. Получается, бізде 60 юаньға заттың өзі шығып тұр. Енді салыстырамыз. 60 юаньға 16.88-де, 75-те 99 юаньға Pinduoduo сайтында, 69-да 9 юаньға Taobao сайтында. Ең арзаны бізге 16.88 болып тұр. Әр зат, әр сайтта әр түрлі бағамен болады, қыздар. Кейбір кезде Pinduoduo'да арзан болады, ол жақта скидкалар болып жатыр. Кейбір кезде Taobao'да. Оны ұнаған заттарыңызды осылай салыстырып отырасыздар. Енді өз бағасын есептейік, қараңыздар. 60 юаньды қазір курс 71 болып жатыр. 71 юаньға көбейтеміз. 4260 теңге өз бағасы. Енді доставкасын есептейміз. 1 килограмм болайық дейік. 1 килограмм ол шықпайды, бірақ біз 1 килограмм деп аламыз. Килограммын қазір бізде $5 есептеп жатыр. Жақсы карголар $5. И қазіргі курс долларға көбейтеміз. 475, например. Доставкасы 2375 плюс өз бағасы 4260 теңге. 16.88-ден алсаңыздар. Сонымен бізге 6635 теңгеге келумен бірге шығып тұр бұл костюм. Біз Инстаграмда 15500 теңгеден көрген болатымыз. Минус 15500 теңге. 8865 теңге үнемдейміз. Ол 16.88-ден алатын болсаңыздар. Ал Pinduoduo'дан алатын болсаңыздар, примерно 7.500-ға өзі түседі, примерно. Минус 15500 теңге. Соның өзінде сіздер 8000 теңге экономить етесіздер. Қыздар, міне мен постоянно айтып көрсететін, айтатын, сіздерге түсіндіретін пайда осы. Кез келген Қытай сайтын оқып алып, осылай өздеріңіз үшін, отбасыларыңыз үшін, үйлеріңіз үшін үнемдесеңіздер, әжептәуір ақша қалталарыңызда қалады. Ал видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, подписка жасауға ұмытпаңыздар. Тамашалағандарыңызға рахмет, достар.